Баршаңызға сәлем, құрметті менің YouTube көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео барысында мен сіздерге судың орнына помидор шырынын құйып жасайтын ассортимент согымды ұсынғалы отырмын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызға кеңес беремін. Бізге керекті заттың бәрі осы видео барысында көрсетіліп тұр. Толық рецепті видео соңында жазып кететін боламын. Бұл жерде көкөністердің бәрін алдын ала жуып дайындап қойғанмын. Енді тек банкаларымызға рет-ретімен салатын боламыз. Барлығын банкаға осылай салып аламыз. Енді осының үстінен дайын қайнап тұрған суды құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді помидордың суын қалай аламыз? 15 кг помидор турап қайнатамыз. Кішкене суығаннан кейін сүзгіштен өткізіп, суын алатын боламыз. Алынған суымызға 3 литр немесе 2 литр су құйып қайнатамыз. Бірінші құйылған суымызды төгіп тастаймыз. Біздің согымыз қайнап дайын тұр. Енді әр банкамызға 2 ас қасық тұздан салып шығамыз және 1 таблетка аспирин. Осылай барлығына құйып шығамыз да банкамызда бұрайтын боламыз. Міне біз согымызды жауып болдық. Сок өте керемет шықты. Түсінің өзі сондай көз тартымды. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Рецепт видео соңында жазылған. Құрметті көрермендер, менің видеомды бағалап, пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.